Түрме тозақ емес, нағыз тозақ көре алмастық, іштарлық. Іштар көре алмас адамдар осы дүниенің өзінде тозақтың отымен күйетін болады. Олар тозақта жүргендей күн кешеді. Егер адамдағы іштарлық кішкене болса, ондағы от кішкене болар. Егер оның іштарлығы өте үлкен болса, онда оның оты да тым үлкен болар. Бірақ осы екі жағдайдың қайсында болсын, ол адам күндізде де, түнде де еш тыныштық таба алмайды. Ал ислам осы бір іштарлық мұхитына қарсы соғыс ашады. Ислам іштарлықтың тозаңдай тым кішкене түйірінде қабыл ете алмайды. Сондықтан Алла бізді көре алмастық деген сұмдық бәле қаладан сақтану үшін Алладан пана тілеуге әмір етеді. Алла өздеріңдегі бұл көре алмастық мұхитын суалдырып, құрғатып жіберіңдер. Сол кезде онда өмір сүретін барша жаман қасиеттерің де құрғап өлетін болады дейді. Ал осы бір іштарлық, көре алмастық мұхитын мүлдем суалып, құрғап қалған кезде жүрегіңе иманның нұры келетін болады. Бұл дүниедегі тозақты алыстан іздемей-ақ қой, ол тым жақын. Демек, кімнің жүрегінде іштарлық көре алмастық дерті болса, ол адам тірісінде ақ тозақта өмір сүріп жатыр. Ондай адамда еш тыныштық болмайды, құлшылықтары күйеді. Сондықтан ұдайы Алладан іштарлық кеселінен сақтауды сұрап, пана тілемек лазым. Көре алмастық атты тозақ отының жүрекке кіріп кетуінен сақтанбақ керек. Ал сопылық тариқат осы көре алмастық сияқты толып жатқан нәпсілік рухани кеселдерден құтылуды үйрететін аса киелі жол. Сопылық тариқат түгелдей жүрекке қатысты болып, адамдардың жүрегі мен жан рухын рухани кеселдерден тазартуды басты мақсат етеді. Ол нәпсі тазартуды, нәпсіні басқаруды үйретеді, нәпсінің сан түрлі кеселдерін өлтіреді, дүниенің жүрекке кіріп кетуінен сақтандырады. Егер исламның нағыз дәмін татып, исламның әдемілігін көргің келсе, руханиятыңды өсіріп, жүрек тыныштығына жеткің келсе, онда ниетті түзеп, сопылық тариқатқа кел, шариғат тариқатты бірге ұстан. Сопылық тариқат исламның жаны, рухы, жүрегі, маңызы. Сопылықсыз ислам дәмін татпақ жоқ. Егер исламды алма десек, оның қабығы шариғат, ішіндегі құнары мол дәмді жемісі сопылық тариқат болмақ. Егер исламды аса әдемі бір сарай десек, шариғат дегеніміз сол сарайдың сыртынан қарап, оған тамсану болса, ал сопылық тариқат дегеніміз сол сарайдың ішіне кіріп, сонда тұрып өмір сүру болмақ. Ендеше исламның бал дәмін татқың келсе, және ислам атты сәулетті сарайдың ішінде өмір сүргің келсе, жүрек тыныштығына жеткің келсе, онда сопылық тариқатқа да ден қой, оған шынайы ықылас арна. Бірақ есіңде болсын, шариғат тариқат екі бөлек нәрсе емес, олар тонның ішкі бауындай бір нәрсе, олар өкпе бауыр мен жүрек сияқты өзара тығыз байланысты. Олардың арасын бөліп жаруға келмейді, олардың бірін алып, тағы бірін тастауға болмайды. Мәулана Шайх Назым Әулие